долларлар. Ой жоқ деді да, мен вообще талай әрекет жасап келмеген деді да, вообще ешкім сөйлесін. Әкем намаз оқып кеткен қатып алып. Мына мен просто риза шықтым, алыш деді. Сәбит па? Сосын енді сол кісі туралы бір қызық болды ғой. Мен ана сондай ғана көрдім, одан кейін ол кісінің ортасы бөлек, мен ортам вообще бірге жүретін жер емес қой, вообще олар бөлек. Сосын вообще ойымда ештеңе болса, сол кісіні түсімде көремін. Мен ол кезде ғимараттамын. Қатты араласатын кісі емес. Сөйтіп түсімде қарасам, ол аппақ киім киіп алыпты. Үстінде де аппақ киім, астында да аппақ киіп алыпты. Өзі әдемі болып кеткен. Сөйтіп маған әңгімелесіп отырмыз екеуміз. Бір ұзақ сапарға кетіп бара жатыр едім. Соны жаңағы оңай емес екен, моншаға түстім. Тазамды өтетін кір жиналып қалыпты деді. Езілген кезінде кірім деді. Бір адам езілген кезде топырақ сап түседі. Сол езілген кезде кірім деді, кәдімгі тобығынан көтеріп түсті деді. Сөйтіп соны әбден тазаладым, кәдімгі сүйегіме дейін тазаладым. Аллах. Енді болды енді. Киініп алдық. Әкеліп кетіп баратын сапарға. Ұзақ сапарға деді. Жақсы деді, жақсы көрініс деді. Сөйтіп ояндым. Түсімде. Ойланбай мына кісі кетіп қалайын отыр ма? Бірақ жақсы түсті, өте жақсы түс. Тазаланған. Сөйтіп телефон бақтағым қарасам, жазып кеттім. Ол кісіні Сәбит аға деп жазып кеттім. Телефонда тұр екен. Сөйтіп звондадым. Енді спон екен. Фон айтқан жоқ, бірақ жазды. Сен бірақ та звондады. Алло, кім е? Алло, осы кісі немен сөйлейді екен өзі. Кім ол? Деп жаңағы. Ассалаумағалейкум, аға бұл. Дарым дедім, дарым, қалайсың, деп жаңағы. Ой, деп сон, қалай болсын. Германияда деді ғой, несіне шықпаса, Германияда деген болды. Шетелде жатырмын, бұл сияқты, больницада жатырмын деді. Не болып қалды деп. Не, бауырдан дедім ба, есіне шықпа, жаңа рак деп айтты. Соны неге дайындалып жатырмыз операцияға деді. Көрген түсім бар, сәйкес келіп тұр. Сөйтіп, бәрі жақсы болсын, бір жақсы көрінісіз тұр. Ой, рахмет, бірақ өзі қатысумен қатты айтпадым. Сөйтіп тұрмын, мен ойымша Аллах тазалап, тап-таза күйінде алып кетті. Аллах акбар. Сөйттім де сөйлестім, больницада жатыр екен деді. Сол кезде есіне шықпаса, осы кім Ерге ағамен кездесіп қалдым. Өлеңдеп жүр екен, осылай айттым. Мен осындай түс көрдім, бір кісі туралы. Жақсы түс, бірақ кетіп қалады жақында. Алла біледі де, Аллах рабысына кетеді. Сол кісі мән берген жоқ. Кейін қайтыс болды, хабар келді. Сол Ергенге айтады ғой, мен туралы түс көрсем айтпай ақ қойшы маған. Сонда енді әңгіме ғой, бір немен аяқтай салайықшы. Тағамдарыңыз Алла разы болсын. Енді қазіргі кезеңде өткенде мен бүгін бір неде болдым, сонда бір жігіт айтып жатыр да, оқыған жігіт университетті бітірген кезінде қызмет істеген, туысқандарында әкімшілікте жұмыс істеген, қазір енді дін саласында. Сол бір сөзді айтты, негізі сөзі жаны бар да, дұрыс айтып отыр негізі. Қазір заманда кейбір намазды бір бастап, бір тастап, орамалды бір киіп, бір шешіп, әлсіреп жүретін болады ғой. Соны бір жігіттер айтып қалды да әңгімесінде. Сонда ана жігіт айтты, бұның бәрі деді. Просто біздің өлімнің бар екенін ұмытқанымыз бар. Егер сен четко өлетініңді білетін болатын болса, дінді ойыншық қыла алмайсың деді. Дінді тек қана сен керек етесің, басқа ештеңе емес деді. Сосын айтады, шынымен де ол сөздің жаны бар негізі. Біз қазір молдалардың өздері шын айтайық. Молда уағыз айтса, намазхандар жеп көретін болды. Пәленше деген молда бар, аузын ашса тозағы көрінетін молда. Деген сияқты. Неменеге өлімді айта бересіңдер дейді. Қызық болған кезде өлімді ұмыттырғанды қалайтын шайтан ғой. Өйткені Құранға шайтан дейді, уәде береді және үмітін создыра береді. Ештеңе жоқ ол. Сен 99 адамды кешірген ғой Аллахтан. Тәубе қыласың. Молдар күн батыстан шығады дейді ме? Күн батыстан шыққан кезде ол оңай болмайды. Қазір сол күннің өзі шығыстан шығып жатқан кезде 24 сағат өтіп кетеді ғой. Қазір телефон бар, технология бар, не бар. Күн батыстан айтқан досың айтып қой. Күн батыстан шыққан звондап жібереді, сен тәубе қылып жібересің, үлгересің. Астағфирулла. Бәрі не да? Ферғауын күн батыстан шықпай жатып ақ тәубесін айта алмады, ол сен байқ. Ол ондай нәрсе емес ол. Аллах Тағала ол ықыластыларды біледі. Ол Аллахты сен Аллах дейді, олар Аллахты алдағысы келеді, өздері алданып қалады дейді. Аллахқа айна жүрмейді. Аллахқа тек қана шынайылық жүреді. Сен күнәһар болсаң да кешірім сұрауың керексің.
Аллахпен ол кәдімгі сен білуің керексің ғой. Мысалға сен адаммен адам қарым қатынас жасаған кезде шынайылық болуға тырысасың. Маған бір қарындас звондап отыр, сонда күйеуім осындай бір сырларын айтпайды, бірақ мен біліп жүрмін деген сияқты. Оның басқа біреу бар, маған өтірік айтатын сияқты, жұмысқа барамын дейді, басқа жаққа өйтеді бүйтеді деп. Сонымен қиналып жүрмін, бүйтіп жатырмын, иманым әлсіреп жатыр. Айтамын да, сен не үшін оның секретін білуің керексің? Не үшін сен күйеуіңнің полный секретін білуге тиістісің? Сен құлшылық істесейші, яғни көрген кезде не болады, просто оймен болмайды. Ол зиян береді, өзіңіздің денсаулығыңызға зиян береді, құлшылығыңызға зиян береді. Күдіктену ол пайда бермейді. Жақсы ойлау ғой. Нақты болатын болса факты, сол кезде мәслихат жасайсың. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Аллаға шүкір, Кім ұқсап па? сол үшін біз негізі мына жолы мен жаңағындай әйел кісіміз, бізге де қатысы ғой. Біз біреу туралы информацияны көп білгіміз келеді да, негізі көп білмегеніміз де кей кезде жақсы. Бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Күнәдан таза адамдар, пайғамбарлар мен періштелер. Ал сен бір адам туралы полный білемін десең, күндіз-түні не істеп не қойып жатқан. Телефоннан күннен сөйлесіп отыр деген сияқты. Сен не только әйелі күйеуі әйелін, сен туған әкеңнің не шешеңді көріп кетесің. Бұл Алланың нығметі, біз ғайыпты білмейтіндігіміз. Бұл жақсылығы сол үшін ғалымдар айтады. Сен елдің алдында сыйлы, құрметті болып жүргенің дейді. Ол сенің бір тақуалығының көптігінен емес дейді. Айыптарың жасырғандығы, иә? Құдай тағала сенің кемшілігіңді елден жасырғандығы. Машалла, Аллах акбар, сол. Сол үшін Аллахтың бір есімі ситтер, жасырушы. Әс-ситтер. Аллах сенің кемшілігіңді жасырып отыр дейді. Негізі күнә деген бұл нәжас қой. Нәжастың иісі болады. Бірақ Аллах мейірімінен күнәнің иісін шығармай қойған. Сол үшін сәләф өкілдері не деп айтады? Күнәнің иісі болған кезде олам яжис майя ахадун, мен ешкім отырмас еді дейді. Сен көзбен көрген кезде күйеуіңді насихат қылып болмайды күнә деп. Ал көрмеген кезде менің күйеуім бүйтіп жатқан шығар, анандай қылып жатқан шығар, ана екінші әйеліне сүйем күйем деп жүрген шығар, мені құлақтан теуіп жатқан шығар деген сияқты. Ол тағы біреумен сөйлесіп жүрген шығар, ол ақшасын бар мына жаққа бір басқа тасып жатқан шығар. Сен білімсіз бір нәрсеге кіресің, өзіңді қинайсың, иә, иманың әлсірейді. Сен көрген кезде айт. Өйткені иннал зонна ла юғни минал хаққи шайъан. Ой ақиқаттан үлесі жоқ. Ана бір нелерін айтқан сияқты, орыстардың мақалы ғой, өзі мақал емес бұл енді. Өзі мәтел дейміз ба, өзі отырысынан жиі айтады. Бірақ оның бір жағынан өмірдің реальный несімен олар айтады да, бірден тілек-тілегіңізді. Друзья, пусть будет так, все будет так дейді. Как думает жена, а не как думает мама дейді. Шешеміз ойлағандай болмасын, әйеліміз ойлағандай болсыншы біздің өміріміз дейді. Не үшін бұны айтады? Өйткені сенің телефоның қосылмай қалса, сен бір жерден кешігетін болсаң, шешең, балам бензин таусып қалды ма? Жаурап қалған жоқ па, қарны ашып қалған жоқ па? Машинаның дөңгелегі жарылып қалған жоқ па екен? Не болды ана бір жерде телефон істемей қалып, оны не қылып қалған жоқ па? Біреумен ренжісіп қалған жоқ па деген сияқты шешең сөйтіп ойлайды дейді да. Ал енді сен телефоның қосылмай қалса, кешіккен болса, әйелің, бұл қаңқы бас қой бұл. Біреумен жатыр. Вообще ойламайды бұл. Біреу тауып алған болу керек бұл. Вообще бұл еркектерді тестен басқа ештеңеге түсінбейді деп, ол қазір бүйтіп отыр ол. Бір жерде ішіп отыр, жеп отыр, кайфовать етіп жатыр, анау болып жатыр, мынау отыр. Бірақ именно сен жұмыс істеп жатыр, бала-шағаң қам ойлап отыр деп ойлау келмейді да сол кезде. Сол үшін айтады ғой. Солардың ойлағандай болсын. Шешеміз ойлағандай болмай қойсын дейді да. Бірақ шындап келген кезде шариғатта хадис бар. Сендер дейді, көптеген дәлелсіз ойдан сақ болыңдар дейді. Өйткені дәлелсіз ой дейді, оның шындықтан үлесі жоқ дейді. Сонда жаман ойға, жақсы ойға түсе беруге болады. Ал жаман ойдан сақ болу керек. Енді жаңағы немізге келейік. Өзіміздің тақырыбымызға
біз енді не болып қалды, басымыздан әрқайсысы өткен неміз айтып жатырмыз ғой, апат болды, ауру болды, басқа болды деген сияқты. Сонда жаңа жоғарыдағы әңгімеміздің қазіргі кезеңде намазды бір бастап, бір тастап, орамалды бір киіп, бір шешіп, кей кезде басқаның болмай жатқан себептердің біреусі біз өлім жайында ұмыттық негізі. Расында солай. Біреуге көп көріліп жатыр өлім айтқанша. Негізі көп айтып жатқан жоқпыз біз. Өте аз айтып жатырмыз. Бірақ соның өзі, ал шайтан вот именно адамдар өлімді ойламағанын қалайды. Сол үшін біреулер шыққан кезде, не осы молдалар о дүниеден басқа әңгімелерің жоқ па? Өлімнен басқа бірдеңе білесіңдер ма? Деген уже бұл шайтан жетегіне көнді деген сөз. Сол үшін бұрынғы қараңыздаршы, біздің жырау болған бабаларымыз, би болған, бай болған, олардың өте көп сөз тауып болады өлім туралы. Мейлі жас бол, кәрі бол, қадірің болсын, тіріңде қалар бір күн алтын бас қазылған көрдің түбінде. Өзіміз аталарымыз сөзі ғой. Уақытсы жеткенде аспандағы жұлдыздар көктен төмен құлайды, пайғамбарды алған бұл өлім кімнен жөнді сұрайды. Абай атамыз өлмек үшін туғансың, ойла шырақ дейді. Есіне шығар, ойла дейді, сен өлмек үшін туғансың. Кайфовать ету үшін емес. Яғни біз қазір кезде сондай дәрежеде діннің өзін қалай бай болу керек, қандай дұғаны оқысаң, сен қалай байып кетесің, миллионер қылатын дұға. Осындай көштік біз. Ол жақсы. Мен бұған дейін айтып едім ғой, ол кісі қазір су 5 уақыт намазды, мүмкін Алла қалағанша бір пайдалы жақтары болды, ақшасы несі бәрі болған. Сонда ол кісі, дәке, мен бір сұрақ қойыңызшы деді. Жеке өзіңізге деді. Сон бар ғой, елдің бәрі айтады ғой, намаз оқимыз, анау мынау тозақ, жәннат, Құдай күнәміз кешірсін, мешіт оқып отырмын, жәннатта үйім болсын деп. Мен шындығымды айтайыншы деді. Мен қалай бір солай айтайын деп, мен намаз бастадым деді. Бірақ тозақтан қатты қорқып тұрған жоқпын. Енді болып қалған болса, түспей-ақ қояйық мүмкін деген сияқты. Жәннатқа бір енді қатты бір енді бір қызығып кетіп бір ондай қуат болып тұрған жоқ деді. Бірақ менің намаз оқу себебім деді, мен жұмыс істеп кеше кедей болғам, мынандай дәрежеге жеттім. Менің охранам бар, менің көмекшілерім бар, менің әйелім уже тамақ істемейді, кір жумайды деген сияқты. Балаларым жоғарғандай оқуларды оқып жатыр, шетелде оқып жатыр деген сияқты. Виппен ұшып жүрмін. Менің намаз оқығандағы нәрсем, өйткені мен жиі молдалардан естідім, шүкір ететін болсам, Құдай арттырам деген екен. Мен, осыны ажырап қалмау үшін. Мен Құдайға намазымды оқып жүрейінші деген сияқты. Мен кедейлікті көргем, кедейлікті қалап тұрған жоқ. Мен балам осындай жақсы киімдер, жақсы тамақтар жеп, барған жерде сый деген сияқты. Неден встречадан шығып қалған кезде, сенің охранның жүгіріп келіп есіктің машина шоғыр точно тоқтап, ана есікті ашып қалған кезде, достарым бәрі бүйтіп қараған кезде, чувства дейді, енді оны айта алмаймын дейді. Менің бір досым бар, ол да бұған қатты жарбаған соншалық деді, туысқандар тойға шақырған кезде, самолеттің випте орны болмаған үшін экономында орын бар, бірақ ұшпа бармай қойған дейді. Мен мал сияқты жүрем экономда деген сияқты. Осыған үйрендік дейді уже. Мына комфортқа үйрендік дейді. Енді анау сені бәрі костюміңді бүйтіп ұстап тұрған адам, сені жақсы қарсы алатын, барған жерде төрде отырғызатын, тәтті жегізетін, бәрі құрметтейтін, мақтайтын, сені журналист те жақсы көреді, сені ақын да жақсы көреді, сені биші де жақсы көреді, сені күйші де жақсы көреді деген сияқты, сені бай да жақсы көреді деген сияқты. Сен енді осындай комфортта жүргеннен кейін содан ажырап қалудың өзі маған бір тозақ сияқты дейді. Осы үшін намаз оқып шынымды айтайын дейді. Тозақтан қорқып жаны үшін емес дейді. Мен намазым қабыл емес вообще. Қайда шын айтқан екен ғой жақсы бейшара. Көп адам сөйтіп жүр рас қой. Мен айттым, аға дедім. Жақсы, бірақ естен шығармайық дедім. Біз Аллахқа өзі иман келтірудің ішінде бір маңызды тұсы бар, ақыретке иман келтіру. Құрамда мынандай айтты, жаңағы намазы бастап, тастап, орамалды бір киіп, бір шешіп жүргенде бар ғой, мынандай келеді. Атеистер айтады ғой, шайтанға не Құдайдың күші жетпей ма? Шайтанды өлтіріп тастасын, іблисті. Болды, проблема шешіледі. Ешкімді азғырмайды. Деген сияқты айтады ғой. Бірақ бір хикмет бар екен. Алла Құранда айтады. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Алла айтады. Бұл іблистің дейді, адамдардың үстінен билігі жоқ дейді. Физически билік, істемеу керек. Ондай мүмкін жоқ дейді.
Илля Аллах айтады. Бірақ мен оған бір возможность беремін бір уақыттарда дейді. Көзі түссең түссін. Түспесең кет. Шайтандарға бір берем. Кәдімгі оған керемет қылып сөйлейтіндей қылып, кәдімгідей адамдардың аузына кіріп, жүрегіне түсіп, Құдай жоқ деген кезде сен шынымен де мынау молдалар қуады екен ғой, Құдай жоқ екен ғой дегізетіндей қылып, сондай қылып возможностьтар беремін, оларға мінбер беремін, оларға ақша беремін дейді. Не үшін дейді? Сол мұсылмандар кімнің ақырет иманы шын екенін адамдар көріп алсын дейді. Аллаху акбар. Кім дінді дүние үшін ұстады, кім дінді ақырет үшін ұстаған адамдар біліп алсын деп солай істеймін дейді. Сен дінді комфорт үшін ұстадың ба, жоқ тозақтан құтылу үшін ұстадың ба? Бұндай сынақтың үлкенін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солай көрген. Енді қалғанымыз өте алмаймыз, біз енді сахабалар көрген сынағымыз өте алмаймыз, Аллах шамасында салмай-ақ қойсын. Пайғамбар Мұхаммед әйелдерінің көрген сынағын біздің әйелдердің ешқайсысы өте алмайды. Бірақ құсап бақсат жақсы да. Болмасаң да ұсақ бақ дейді ғой. Аят түскен ғой. Аллахта пайғамбар әйелдерін шақырды, айт дейді. Егер сендерге дүние мен оның көруге керек болатын болса, айтсын, жасырмайды. Егер дүние деген рахат қой деп қалатын болса, Аллах айтып отыр, әйелдеріңе талақ беріп жібер дейді. Берді сұраған дүниесін, и талақ бер дейді. Егер олай қаламаса, Алла мен ақиретті қарап тұрған болатын болса, онда қалдырын екен. Пайғамбар осылай түскенде амал істеу керек, бірден әйелдерге. Бәрі әйелінен қорықпайды. Әйелдердің бәрі ой, Аллахтың елшісі, ризамыз болды. Тек Айша анамызға келгенде пайғамбарымыз айтады, мен саған бір аятты оқимын дейді. Жауап берді, әкеңе барып сұрайсың дейді. Өйткені пайғамбарымыз Айша анамызды жақсы көреді. Егер Айша анамыз енді дүниеде артық болмайды ғой, талақ беру керек те болды. Жақсы көрсең де, амал істеу керек. Айша анамыз не оқыған екен дейді, жақсы дейді, оқиды осы аятты. Оқыған кезде әкемден сұрайтын несі бар екен дейді. Керек емес не маған? Керек емес маған дүние дейді. Сол үшін Аллах тағала жынның шайтан мен адамның шайттарына шанс береді. Мінбер береді, мүмкіндік береді, атақ береді, сөйтті тіл береді, түр береді да сайратады. Қарасаң олар дінмен де шаруасы жоқ, намаз да жоқ, жалаңаш та солар. Аузына келген отыр, Құдайға да деген соң, бірақтан бәрі нормальный сияқты болып көрінеді да. Сол кезде адам мұсылмандарды бүйтіп електен өткізіп алады. Сосын бірақ алар шар деп жазасын алады. Ұзақ қыдырмайды олар. Уақытша ғана еді. Құдай жоқ дегенде шаруасы бітеді, күнәмен жүргенде шаруасы бітеді. Өйткені күнәмен еш уақытта бақытты бола алмайсың. Сонда кімнің ақыретке деген иманы кәміл екен білу үшін, және кім күмәнданып сеніп жүрген болса, соны анықтау үшін дейді. Және бір аятта келеді. Аллах айтады, адамдар ішінде біреулер бар, құлшылық жасап жатыр. Аллахқа ғибадат жасайды дейді. Бірақ шартты. Оған айтады. Ол жағдай жақсылатын болса, түн деген керемет, ислам деген мықты, мен бір тахаджуд деген намаз бар екен, түнде оқып едім, азанда уже миллион қарызым бар еді, біреу келді, миллион қарызын жауып тастады. Шынымен ондай болады. Бірақ осылай неге келген кезде, бұл мынандай, бұл керемет, мен бүйтіп едім, мен сөйтіп едім, мен салауатты бүйтіп айтып едім, қажылыққа барып келдім, мен салауатты бүйтіп едім, мынандай болды деген сияқты, мен мына дұғаны айтып едім, бір жігіт келіп маған сөз салды, сыртынан ұнатып жүргенім, не істерімді білмедім. И осындай бәрін айта бастайды дейді. Дегенді жүзі теріс ауыттасы болды. Біздің современ келген кезде енді Аллах сынаса дейді, маскалар шешіледі дейді. Біз тілмен айтқан кезде. Жүзі былай аударып қалады деген сөз. Аллах тағала, ал енді сен шын иман келтірдің ба? Жолда бір комфорт үшін істеп жүрдің ба? Деген сияқты, бірақ та алады да Айып пайғамбарды сынаған сияқты, Айып пайғамбар бай еді, байлығын алып қойды, денсаулығын алды деген сияқты. И осындай достары көп, достарын теріс қаратқан кезде, бірақ құлшылығы мүжілмеді да, сол күйінде қалып кетті. Вообще мүжілмеді. Ең соңында шайтан өзі бас салбырап қалды.
періштелер не деп айтатын болды? Не'мал абд деп та. Құдайдың құлдарының ішіндегі ең көркем осы деп айтты. Өйткені біз айтқанда, ол намаз оқымағанда не істейді ол жағдайы бар адам. Кедейден қайыққа намаз оқиды ол, күн көре жүреді. Аллах байлығын алып қойды намаз оқиды. Енді ол денсаулығы деген мықты болғанда, денсаулығы үшін өте көрікті мықты адам болған ғой. Денсаулықтың арқасында ғой намаз оқып жүрген. Аллах денсаулығын алып 18 жыл жатқызып қойды төсекте. Кейін жоқ, денсаулыққа қарсы жоқ. Шайтан деп те дайынбыз. Періштелердің көзі жетті. Сол үшін біз жәннатта жүрген жоқпыз. Жәннатта жүрмегенімізді білу үшін бізге бір нәрсені ұмытпау керек. Ол өлетіндігіміз. Егер осы өлетіндігімізді ылғи ойлап отыратын болса, ол сен өлу деген сөз жібектен арқан дайындау, алтыннан оқ дайындау емес, атылып өлу үшін, асылып өлу үшін. Просто өмірдің не екенін естен шығарып қалмауды, уақыт екенін естен шығармауды. Бұл сөзді түсінесің да. Болмаса біздің аталарымыз, ата бабаларымыз не айтатын еді? Дүние мәселесі қырылысып жатқан кезде, бұл дүние деген сырты жүн, іші боқ нәрсе ғой дейді да. Енді ол кезде мал ғой. Бұл үшін арыңды сатып кетпесейші. Одан да қымбат нәрсе бар. Одан да қымбат нәрсе бар. Деген сияқты. Ар деген сөз негізі арабтың сөзі ғой негізі. Оны біреулер армысың деп отыр. Не деп жатыр ол? Арым деген сөз кәдімгі иманыңа нұқсан алып келетін, абыройыңды түсіретін дүние деген. Да сол. Енді қарап тұрған кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар келіп сұрақ қойды. Я Расулаллах, я Аллахтың елшісі. Айюл муъминина акияс. Аллаға иман келтірген жандар ішінде ақылдысы кім деп сұрақ қойды. Енді біз өзіміздің заманымызға келейік. Қазір сұрақ қойдымыз, адамдарға шығып, журналист па, блогер ма, шығып сұрақ қойдымыз. Сенің ойыңша ақылды адам кім? Деп сұрақ қойса. Тура пайғамбардың айтқан жауабын айтатын адам білмеймін. Кездеспейді, кездессе ел айтатын қуады екен дейді. Қайда ақымақ? Ақымақ адам ол, ақылды емес деп айтады. Біз сондай дәреже жеттік. Пайғамбардың жауабы не деген қазір айтамын. Бірақ көшеде қоятын болса, ақылды адам ол Илон Маск қой деп айтуы мүмкін да бір. Міне қандай біз қанша спутник ұшырып жатыр. Россияның несі жүрмей қалды. Starlinkті алып тастайын деп бүйтетін болды. Міне қарамайсың ба қандай ақылды. Ол мектепте ұрса да соқса да бәрін жеңіп шықты, үйтті бүйтті. Бірақ жеке басына келген кезде әкесі баласымен соттасқан 14 жастағы баласы сотта ұтып, айтқанда қызға айналып кетті да. Оның мына жақта басқа проблемасы бар. Енді біреу айтуы мүмкін. Ақылды адам дегеніміз ол ақша тапқан адам деп. Біреу ақылды адам дегеніміз менің пәлен деген көршім ашуланбай дейді. Енді әркімнің өзінің бір нәрсесі бар. Ақылды адам дегеніміз Совет үкіметі құлаған кезде сразу бизнесті бастап кеткендер, солар ақылды. Біз жүрдік қой социализмде, бүйтіп магазиннен барып сатып алып, алар бизнесті бастап кетті сразу. Байып кетті. Деген сияқты әркім әртүрлі айтады. Ал пайғамбар не деп айтты? Иман. Болмаса да ақылды айтатын болса, адамдар айтуы мүмкін, дипломы бар адам, жоғары білім алған адам деген сияқты осындай күйінде айтуы мүмкін. Бірақ Абай Құнанбаевтың аттестаты да дипломда жоқ. Абай Құнанбаевтың қара сөзі мысалы қанша оқисың? Мен кеше имаммен аэропортта жолығып қалдым ғой. Қанша деді? Абай Құнанбаевтың қара сөзінде де 16 рет оқып шықтым деді. Әр оққан сайын жаңадан бірдеңе табамын дейді. Тек дін айтқан екен дейді. Ана бір сөздер бар дейді. Дін айтқан дейді. Соны Абайдың айтқан халыққа айтсам, Абайды танымайды бір олар дейді. Бір уахаби тілінде отырғандай көреді дейді. Абай айтқан деп айтады дейді. Намаз туралы Абай айтқаннан, ақырет туралы Абай айтқаннан. Сөйтсем олар түсінбейді дейді. 16 рет деді ғой, есіне шықпаса, оқып шықтым деді да. Енді қазір бізде ол диплом деу мүмкін, басқа деп айту мүмкін. Енді қарайық. Пайғамбардан сұрақпын, пайғамбар жауап берді. Өлімді көп ойлайтындар деді. Одан кейін өлімнен кейінгі жағдай дайындалғандар. Өйткені сенің планыңда, мысалы, әрқайсымыз планмен өмір сүреміз, ол жақсы. Дұрыс. Мен бүйтуім керек, мен мынандай балаларым оқу керек,
мен баламды мынандай оқып, мына баламды дәрігер қылғым келеді, мына баламды бизнесмен қылғым келеді, мен өзім мына бизнесті мына бүйтуім керек, мен мына кафені ашамын, одан кейін мына кезде бүйтіп доход түсіреді, мынаған осынша ақша саламын, мен былай қыламын деген сияқты, мен үйлендіремін деген сияқты. Мен былай қылсам әке шеше мына қайын жұртым бар еді, сол атам мен енемді бір умраға жіберіп аламын ау деймін, болмаса мынаның бір тойын жасап берейін туысқаным деген сияқты. Сенде бір пландар болады, 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға деген сияқты. Бірақ сол планның ішінде егер мен өліп қалатын болсам деген бар ма, жоқ па? Абдулла ибн Умар радиаллаху анху сахаба, ол не деп айтады? Менің бір түнім өткен емес дейді, жастамасына өсиет жасады дейді. Яғни ол күніге өліп қалуы мүмкін деп ойлаған да. Өсиетіне кімнен алды, кімнен берді, қандай қарызы бар, егер өліп қалатын болса түсінбей жүрмеу үшін де келдір. Жаназада келіп, менің қарызым қайтарған жоқ демесе, біледі, әкеміз аккуратный жазып жүрген деген сияқты. Қайтарған болса бүйтеді, қарыз берген болса бәрін жазып, сөздер амантан. Яғни керек нәрсе, егер мен өліп қалсам деген сұрақты өзіне қояды да, важный нәрсе не сен соны жазып қоятын болғанда, жазасына қояды. Өзгертетін кезде қайтадан беріп қояды. Яғни олар бір күніге кетіп қалуы мүмкін дейді. Бірақ шынымен де біз енді жаңа басымыз айтып отырмыз ғой, ол шынымен де кетіп қалуымыз мүмкін еді. 90% біз ол негізі өліп қалатын жағдай. Бірақ Алланың қалауыменен аман шығып отырмыз да. Енді сіздердің де басына көріп отырған шығар, менде мысалға 2 рет ұшақ апаты болды. Бір рет қажылықта 200 адам мен кәдімгі аяғым астында адамдар өліп қалды. Мен примерно қоштастым. Білмейміз де қай уақытта келетінін. Біз енді сол үшін ғалымдар айтады, дүние үшін дейді, өлмейтіндей амал жаса дейді. Бірақ ақырет үшін дейді, қазір өліп қалғанда жаса дейді. Анда сен сұрақ қоя береді. Омар ибн Хаттаб айтты ғой, өлмей тұрып өліп үйреніңдер деді. Өлмей тұрып өліп үйреніңдер. Егер соны ойласақ, қызық болған кезде отбасында біраз проблемалар өзіміз шешіле бастайды. Өйткені өлімді ұмытқан кезде біз мелочтарды проблема деп ойлаймыз. Салаф өкілдері айтқан сияқты, «Ман арифа хақиқатал маут», өлімнің не екенін адам білетін болса деді. Шын қандай? «Аханат алейхи масаибут дүния», оның дүниелік проблемалары жеңіл болып кетеді дейді. Проблема бар деп айтпайсың. Сонда қарап тұрған кезде пайғамбарымыз айтты, өлімді көп ойлағандар деді. Және соған кейінге дайындалғандар деді. Өйткені Құранда аят бар, «Инна дарал ахирата лахия ал-хайуан». Ақырет өмір сояқта деді. Мынау өткел. Біз мынаны пайдаланып кетіп баратырмыз. Енді сөзімізді тиянақтай салайық. Мынандай қарапайым нәрсені түсінеміз ғой біз. Мысалдарменен. Мен бір жерге келдім да, бір қалаға, гостиницаға барып жататын болдым. 20 мыңнан тұрады екен күніне. Бір 2 күн ба 3 күн гостиницаға жататын болдым. Астанаға бардым дейік, болмаса басқа бір Қарағандыға бардым да, гостиницадан 3 күнге жататын болдым. Болмаса шетелге бардым. Сөйтсем, гостиницаның ескіріп қалыпты. Ремонттар бәрі нелер. Сосын мен айтсам, 3 күн болса да бір жақсылап жатыр ғой деген. Деп қасымда досым бар. Сөйтем де миллион ақша салып, давай мені төсегім жағынан ауыстырыңдар. Обойды күшті қылыңдар. Былай істеңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер деп кетіп қалатын болсам. Досым айтады ғой, не қыласың? Сен тұратын жерің емес қой, сен өз үйіңе салсайшы ақшаны. Сен 3 күннен кейін кетесің ғой, не қылып бияққа салатсың деген сияқты. Енді осыдан сұрақ туады. Жақсы, бақытжа нәрседе бір жағдай болған. Бірақ біз анаяқта дайындап жатырмыз өзімізге баратын жерге. Біз анаяқта ремонт жасап жатырмыз өзімізге баратын жерге. Лайса би аманикум, жәннат армандап кіретін жер емес, амалдап кіретін жер. Адам амалына қарай ояқтағы жағдай жасалады. Ояқта комфорттар болады, ояқта дәрежелер болады, жүздеген дәреже бар. Сол үшін Құранның мынандай аяты бар. Уабтағи фима атакаллаху ад-дарал ахира. Қасас сүресіне келеді. Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Өте көп нәрсе. Ақыл бар адамға бұл ойландырады. Аллах айтады. Құдайдың саған берген нәрсесімен ақыреттің жұртын ізде дейді. Әркімге бір бағыт берген. Аллах біреуге дүние берген, сон садақасы бар, несі бар, мешіті бар, басқасымен ақыреттен бір іздеп қалу керек. Біреуге Аллах білім берген, сауап алып қалу керек. Біреуге ақыл берген, сонымен жетіп қалу керек. Біреуге ауру берген, сабыр қылып, яғни ақыретке бір нәрсе дайындал. Құдайдың берген нәрсесімен, егер Құдай саған денсаулық бермесе, намаз оқи алмайсың.
Дүние бермесе садақа бере алмайсың. Сол үшін ілгергі ана ғалымдардың бірі айтқан сияқты, Аллах Тағала саған шүкірлікпін деп қалай айтамын, егер сен маған садақа бердім деп сен жолында қалай айтамын, дүние бермесем мен қаяқтан садақа беремін дейді. Мен қаяқтан беремін оны дейді. Мен қалай мен дінге қызмет жасап айтамын, сен білім бермесең мен қалай қызмет жасаймын? Яғни Аллах айтып отыр Құранда, Құдай саған бірдеңе берді ма, сен ақыретке сонымен дайын жүрсің. Саған біреу денсаулық берді ме Аллах Тағала. Сен денсаулығыңды, анда-санда жарайды, сен мықты денсаулығың бар екен, рингке шығып бокс ойнап бір чемпион болдың. Сен күрестің де олимпийский бір борец болдың, басқа болдың. Бұл дүние бұл. Ақыретке барған кезде сенің олимпийский чемпион дәрежеге кірсін деген әңгіме болмайды ол. Түсінеміз ғой, бір оны айтпаса да. Ол дүние үшін. Бірақ сен сондай денсаулығыменен бір күні отырып алдың да, мына жақта бір туысқанда неміз бар еді, апамыз жездеміз кетіп қалған. Соған бір кішкене үйіне бір балалары майда, соған барып бір көмектесіп жүрейінші деп отын жарып жіберіп, денсаулығын бір істеп тастаған жақсы да бір. Болмаса біреуге су апарып берейін, біреуге бірдеңе алып тастайын деген сияқты, біреудің жүнін көтеріп жіберейін, біреуге отын жарып жіберейін деген сияқты. Өйткені сенде денсаулық бар. Ақша жоқ болса да. Қарасаң бір әйел есік алдында қарын көре алмай, қытыр етіп, жаңағы күрегі тіреліп құлайын деп қалып, сен жас баласын өтіп бара жатқансың. Әпке бере тұрыңызшы деп, атыр-бұтыр бесіған күріп тастаса да кете бер. Сен болды ақыретте қалып жатсың. Өйткені сен берген нәрсеңмен іздей аласың да сауапты ақыретті. Бермеген нәрсеңмен іздей алмайсың. Біреуге дүние берген, біреуге білім берген. Сен просто соны пайдаланды, анаяқа дайындық жасау керек. Өйткені біз вечный болатын жеріміз сол. Анау уақытша. Сендегі нәрсенің бәрі таусылады дейді. Аллах тағала нәрсені мәңгілік дейді. Сен анаяқа барған кезде мына жақта үйің жоқ болып, күйің жоқ болатын болып, квартираңды қағып жүретін болсаң, саған кім ұнайды? Ал анаяқа барған кезде үйің жоқ болатын болсашы, анаяқа барғанда жәннаттың кілті жоқ болатын болсашы, намаз не болады онда? Енді айтады, дүниедегі нәрсеңді ұмытпа дейді. Құдайдың берген нәрсесімен, онымен де бір жақсы ақшаң болса, жақсы тамақ жеп қал, жақсы киім киіп қал, жақсы көлік мініп қал дейді. Бірақ анаяқты дайындалып жүр дейді. Екінші бір тәпсірі, дүниедегі нәрсеңді ұмытпа дегенде, есіңде болсын, ұмытпа, дүниедегі сенің бар нәрсең ең соңында кебін ғана болады деген сөз дейді. Концовка ештеңе алып кетпейсің, кебінен кетесің. Бір тәпсірі, Құдайдың бергеннен, дүниеңде қызығушылығың ізде, бірақ ақыретке дайындал. Ана возможно, өйткені сенде ондай болмаса, басқадан таба алмайды. Қазір сен ақшаң бар кезде садақа беріп мешіт оқып қалсаң жақсы, ертең сен қайдан білесің? Көріп тұрмыз ғой көзбенен. Ақшасы бар адамдар ақшасы жоқ болып қалып отыр. Сол кезде ол сауап істеп қалуға болады дейді да, қазір жоқ кезде істей алмайды уже болды. Бар кезде возможно бар еді. Жоқ кезде істей алмайсың. Сондықтан оны бір Аллахтың беріп тұрған мүмкіндік деп пайдалану керек та. Денсаулық бар кезде жасап қой, денсаулық істей алмайсың. Және айтып, оны өмірдің заңдылығы алсақ болады. Саған Аллах қандай жақсылық істеді, сен де солай жақсылық істеп біл дейді. Шүкір ет дейді. Сен жақсылық көріп отырсың ба Құдай Тағаладан, сен де жақсылық істеуді біл. Сен де басқаларға істе, жақсылықтан бөліс дейді. Аллах та саған беріп жатқан болатын болса, молынан келді ма, молынан жақсылық істе. Әрқашанда бір үлес болып тұру керек та. Сол үшін Сахих Бухариде келетін білесіздер ғой, бір кісі бұлттан шыққан дауыс деген хадис бар ғой. Кейсінде Исхи Базрада фулан деген сияқты Ибн фулан бір бұлттан дауыс естіп таң қалады да, біреуге айтса түсінбейді да ол. Пәленшенің егінін суғар деген дауыс шығады. Таң қалады. Қарсы бір бұлт бар екен, кетіп бара жатыр, бір тауға барады, таудан ағады, одан бір жаңағы шатқал, бірнеше шатқал бар, соның бір шатқалдан су кетеді. Соны қарап сонымен барып жүреді. Бұл сол дауысты естіген екен, әдейлеп тұр соның артынан жүреді да. Ана дауысын естіген. Сөйтіп барады, сөйтіп бір жерге егінге барып су келеді, арықпенен соның басында кекпеңізден бір өтірілген. Сосын атыңыз кім деп сұраса, жаңағы бұлттан шыққан дауысты естиді. Не істейсің деп сұрақ болсын. Сен кімсің? Жай мен айтады осындай. Сонда мен дейді, осы кәсібім осы дейді. Кәсібімде мен түскен пайдасын үшке бөлемін дейді. Бір бөлігін дейді, Аллах жолында жұмсаймын дейді. Екінші бөлігін дейді, өзіме жұмсаймын дейді. Өзім бала шағам ішіп жейміз. Үшінші бөлігін келесі жылы егуге алып қаламын. Арай, бизнес тоқтап қалу керек. Ал енді шариғатта дүниенің 1/3 бөлігін жұмсау бұл өте үлкен мөлшер деп есептейді. Кейбір ғалымдар одан көбін жұмсауға тыйым салатындары бар.
жомарттықтың несі деп тұрған патология 3/1 жұмсаған өзі. Саған берген дүниенің 3/1 жұмсау жомарттың патологы деп есептеледі. Машалла. Айтса 40/1 жұмсаған кезде сен уже құтылдың негізі. Естім екен жоқ. Бұл жомарттың былай айтқанда ең шын болып есептеледі екен. Енді ақсен камаса аласан жақсылықтай жақсы қыл дейді да. Уала табғил фасада фил ард. Жер бетінде бүлік іздеуші болма дейді. Аллаху акбар. Бүлік жасаушы болма. Өйткені ол семіздікті қой көтереді деген сияқты ол намаз оқитын адамдардың дүниемен істеп жүрген тірлігіменен намаз оқитын дүниемен істеп жүрген тірліктері оны сіздер біразын білесіздер. Енді дін саласы болғаннан кейін небір нәрселерді көрдім. Мұсылмандар жамандай береді ғой. Бірақ көрдік қой қалай тәубе қылған адамдардың сөзін. Мен таң қалдым, сондай нәрселер адам жасайды екен ғой деп. Осындай нәрселер жасайды екен ғой деп мен таң қалдым. Өйткені ақша болған кезде адам уже стандартный күнә қызық болмай кетеді екен да. Соғай жаңа аралдағылар, Необычный кетеді екен. Уже кәдімгі жай зина қызық болмай қалады. Сосын жай зина қызық болмай қалады да, сосын барып неге көшеді екен жаңағыдай. Жас қыздарға көшеді екен. Жас қыздар бірақ та ол да қызық болмай қалады. Сосын баратқанда именно күйеуі бар әйелдер іздейді екен. Деген сияқты ана әйелден есту үшін менің күйеуіме қарағанда сенікі муаши екен деген сөз естіді. Ол да қызық болмай қалады екен, бірақ та еркектерді іздеп кетеді екен. Шошқа ғой, шошқадан бетер. Өйткені адам не бұл? Бірақ шошқа ғой действительно, шошқаға айналдырған деген рас. Сосын барып ол да қызық болмай қалған кезде, бірақ та өзі әйелге айналады екен. Бұны да көріп тастайық деген сияқты. Сол үшін семіздік қой көтереді деген сияқты ол оңай нәрсе емес. Имам Абу Ханифаны біз енді 40 сабақтан сөйлетіп, тақуалық туралы сұраған кезде, ол сауда саттыратын кезде, біз тақуалық жайында сұрадық қой деген кезде, сен тақуасың ба, тақуа емес, қолыңа ақша түскен кезде белгілі болады дейді. Ақша жоқ кезде бәрі тақуа дейді. Ақша болған кезде уже басқаша болып қалады да, екен. Бәрі ақша болатын болса, енді біз көп нәрсені былай кейін түсініп жатырмыз ғой, мысалға. Мен мысалға бір нәрселерді көріп таңғалғам. Мұқан мысалға біраз не біледі ғой, нелерді көрген. Сонда самолетке отырдық. Сонда Мұқан айтты, дәке деді, анау жігітті көріп тұрсыз ба деді. Бірге кетіп бартқанбыз. Оның үстіндегі киімі деді, осынша тұрады деді. Оның сағаты осынша тұрады деді. Оның шалбары осындай фирма деді. Оның кепкасы мынандай деді. Оны ақын біледі. Енді білетін жер олар. Қазір мен де мысалға мен бір аяқ киім киіп жүрмін ғой. Мысалы жайдан да ешқайсы болмайды, бірақ бір жігіттер көрген кезде дәке мынау біреу подарок еткен да негізі. Мен оны кейін барып біліп жатырмын ғой. Неге сұрай береді ме аяқ киім? Неге сұрай береді десем, сөйтсем ол не екен? Жай аяқ киім болса керек. Мен оны жай киіп жүрмін. Бірақ енді анаумен болды, қыста да жүресің, жазда да жүресің, вообще бірақ мықты істелінген да. Енді айтайын деген маған бір нәрсе айтты. Қазір самолетке отырдық қой деді. Стюардессаларды қараңдаршы. Бізге қалай қызмет жасайды, ана жігітке қалай қызмет жасайтынын көрді деді. Мен оны айтпаса қарамас едім. Шынымен болды. Ананың қасынан шыға алмай қалды ғой. Қазір баяғы сіздердің замандағы 90 жыл өтіп кеткен екен. Ол кезде мынандай екен ғой, 90 жылдары амырсың кезде Алекең айтқан сияқты. Бұрын дейді, біз амандасқан кезде қалайсың бір атамда бүйтіп қалыңыздар, белін сипап қоямыз дейді. Жаңа екен ғой деп қоямыз дейді. Қазір ондай заман болмай қалды дейді. Қазір ассалаумағалейкум дегенде былай бір ентім қараймыз дейді. Что-то серьезно екен ғой деп айтамыз дейді. Уже басқаша дейді. Қазір белі барлар уже алған қызметі, бренді барларға қызмет жасап кетті дейді. Қазір белін ұстайтын заман емес, брендін қарайтын заман болып кетті дейді. Осымен өлшенеді. Бәрі келіңіздер. Енді семіздік қой көтереді деген сияқты бұның бәрі нені біз Аллахтың алдына баратын күнде судың да сұрауға ұмытқанымыздан болып тұр да. Аллахтың алдына барыңыздар бәрін сұрайды. Халалуха хисаб, харамуха азап дейді. Дүниенің халалы есеп береміз. Дүниенің харамы азап көреміз. Отвечать етуіміз керек. Сол үшін біз енді білмейміз. Сонда жаңа біреулерге көріп, осылар айта береді екен өлімді. Субханалла, бұл керек. Даже айтылмайды. Қазір кезде уағыз айтатын адамдардың өзі не болып кетті? Дүниені айтатын болып кетті. Өйтсең мынандай боласың, мынандай боласың деген сияқты. Ал ол сені әлсіретіп жүреді. Ол дүниеден без деген сөз емес,
иә Салаб Бекдір айтты динука ни маадил дирхам ни маашик деген сияқты балалардың өсіп қалған кезде сенің дейді адамдардың арасында абыройың түсқанмау үшін қалтаның түбінде тиының жүрсін, бірақ Аллахтың алдында абыройың түсқанмау үшін дініңді дұрыстап жүр деп ол айтатын оған да. Иә ол нәрсе бар, бірақ салыстырмалы түрде біз шынын айтқан кезде дүние көп айтылады ақыреттен гөрі. Ал сенің құлшылығың күшті болып есептелінеді. Абай атамыз өзінің кітабында кітабы тасдиқта иман келтіргендерді екіге бөледі. Тақлиди және яқини деп екіге бөледі. Тақлиди деген елдің бәрі намаз оқып бастады, мен де оқи салайын. Бірақ ол елдің бәрі намаз тастап бастаса, ол да тастай салуы мүмкін да. Оның өзінің тұлғалығы жоқ. Ол көпке қарайды. Ол комфорт іздейді. Что-то намаз оқығандардың бәрін тиісіп отқан сияқты ғой, мен тыныш жүрейін. Жамаат болады деген, дінді айтсаң бәле қалады екен, уахабистер жүреді екен. Сақал жақтырмайды екен, орамал жақтырмайды екен дейді да, елдің ыңғайына келіп қалуы мүмкін ол. Бірақ елдің бәрі діндар болатын болса, қайтадан діндар болып шығуы мүмкін да. Оны тақлиди дейді. Ілесе салу. Не істеп жатыр деген сияқты. Ал яқини дегеніміз ол четко біліп тұр да. Жер бетінде 8 миллиард адам Құдай жоқ екен, біз тастадық десе, Құдай бар мен білемін деп бір дінде қалып кетеді. Өйткені оның нақты фактісі бар. Сондай фактілердің бірісі ол біздің басымызға жазылған өлім. Просто өлмей тұрып өліп көру керек. Сонда біз түсінеміз да, шүкір ететін нәрсеміз өте көп екенін білеміз. Ертең ана жаққа барамыз, ол жақта да авторитет көп. Ол жаққа барған кезде ана Осман империясында ол хадис деп айтылған, бірақ хадис емес. Бірақ Осман империясында ең көп айтылған бір сөз болған, мақал болған. Өйткені олар бастарын өткізді. Почти 7 ғасырға жуық биледі ғой, соңғы империя ғой. Соңғы 100 жыл ғана ғой, мұсылман еместер әлемді билеп тұрған. 13 ғасыр мұсылман билеген. Ол кезде мұсылман емес елдерде арабша сөйлеу мәдениет болып есептелінетін. Қазір ағылшынша сөйлеу мәдениет қой бір. Окей деп қоямыз ғой бірдеңесі. Жазып жүргенде сообщение окей деп қоямыз. Мысалы біздің көптеген сөздеріміз даже байқамаймыз, ағылшынша қазір кірісіп отырған сөздердің көбісі. Магазин ашылса ағылшынша, компьютеріміз ағылшынша деген. Өйткені бұл қазір әлемді билеп тұр. Вайп деп. Иә. Хайп іздеп кетті деп мысалы. Мотивация беріп деген сияқты. Енді бұрынғы жігерлендір деген ондай сөздер қалған жоқ та. Өйткені неге? Бұдан ешкім шошымайды. Қазір біреу сөйлеп жатып, жастарға мотивация беру керек десе, ешкім ештеңе демейді. Біреу түшкіріп альхамду десе, ой, араб болып кетті ме? Неме альхамду қайықпен альхамду? Құдайға шүкір десейші. Немене сол альхамду альхамду? Баракаллах. Mesela жарагым алла деп айт деген сияқты. Алла берекет берсін, өйтіп айтпайды ол. Ол былай болады деген сияқты сөйтті. Анаған келген кезде хайп іздеп жатыр десе ештеңе дейді. Өйткені бұл оларды тақлиди, бұлар не дейді? Тұлғалығы жоқ адамдар дейді. Ифтар деме, ауыз ашар деп па? Өзі қазақ болып қалады сол кезде. Сол кезде қазақ болып қалады, ана кезде ол қазақ керек емес та. Ол кезде бір орамал таққан кезде қазақ болып біздің баба ата-бабамыз сөйткен ба дейді. Бірақ Дженнифер Лопес келіп Түркістенмен билеген кезде 100 мың, 200 мың, 300 мың ақша төлеп барып қатысады да. Ешкім ол кезде ойламайды да. Вообще еліміз тарихында қарамайды да. Вообще қазақ сахнасында ойлап көрші. Төле би, Айтеке би, Қазыбек би и біреу жалаңаш билеп жатыр да. Болмаса Ағыбай батыр, Қабанбай батыр, Бөгенбай батырдың алдында бір жаңа шетелден келіп билеп жатыр, яғни ақшасы деп шашып жатыр. Роза Бағланова, Роза Рымбаева Түркістенмен тұрып өлең айтып тұр дейсіз ғой. Енді қарасам, мысалы, өйтіп тұрған жоқ қой ешкім. біздегілер мысалға әдеп сақтап тұрды. Бірақ анаған өлдік та, сол кезде ешкім қазақ екенін айтқан жоқ. Мына жаққа дін келген кезде, бұл не үшін? Бұларда ақыл да жоқ, мәдениет те жоқ. Бұлар спутникті ұшырып жатқан жоқ, машинада шығарып жатқан жоқ өздері. Еще дінді оқысаң да ғылымды оқысаш деп қоя ма десе, өздері көтеріп жатқан жоқ. Бір қыз сөйлеп тұр, бірақ дұрыс айтты, білмеймін ол, былай орамалсыз несіз. Бірақ мына деді, қазір мешіт көбейіп кетті, мектеп соқпай ма, завод соқпай ма, фабрика соқпай ма деп айта береміз дейді. Мен былай байқадым дейді, мешітті мұсылмандар өздері соғып алады екен дейді. Оны өкіметте соғып жатқан жоқ, басқа өздері соғып алады екен дейді. Сөйткенде өздері светін бәрі су төлейді екен дейді, тұрады екен дейді. Бұл намаз оқитындар өзі азақ екен ғой, өзі көбінесе екен ғой, 5% екен ғой деп сөйлеп жатыр. Кастайска біреулер официально 6% деді, біреулер енді неофициально 10%, білмеймін сен. Намаз оқитындар. Сонда айтады, қалғандарымыздың бәрі завод соғып алайық та ақша жинап дейді.
өте дұрыс. Неге бұған тиісе береміз дейді да. Машалла. Ал өзіміз фабрика соғып Товарда 90%, 95% иә. Жинасын соғасын, байдысы соғсын, мектеп. былай көп қой. Бірақ просто тиісу да. Просто тиісу болып табылады. Сонда қарап тұрған кезде Керемет айтқан. енді ақылмен болып тұр ғой. Өйткені қазір заманда бұлар не? Просто ауыз қиыс болса байдың баласы сөйлесін деген нәрсемен тіреліп қалған. Мен осы анау момышұлының бойындағы сәнім бе момышұлының бойында ғой. Иә. Содан бір кісі келу керек болды, мен күтіп тұрмын, телефонмен сөйлесіп жатырмын. Сонда тротуарынан бір жігіт өтіп бара жатыр екен, тоқтады да маған қарады, былай бүйтіп қарап тұрды. Мен енді ойладым ішінен танып тұрған шығар дедім. Мен былай уақыт байланып сұрақтарға жауап беріп жатқанмын. Сосын қасыма жақындап келді, ассалаумағалейкум деп амандасып амандасым, бәрін ағасы ба деп, иә. Деп мен былай ойлаған жоқпын, просто интернеттен көрдім деп амандасайыншы деп соны өтіп бара жатыр, амандасып отырды да, и бір нәрсе тағынаған мен қызық нәрсе айтайыншы дейді. Намаз бастадым жақында дейді. Жұмыс кішігірім жұмысым бар, нем бар дейді. Сондай түсінікті болды маған дейді. Құран ғажап болды, намаз бастап кеттім да, и әбден уверен болдым, қазір әйеліме айтамын, әйелім бастап кетеді деп дейді. Ей, жаным, мынандай керемет екен, мынаны қарашы, мына аятты қарашы, мынаны түсін. Қуасың ба деп айтты дейді. Қуасың ба деп айтты дейді. Әке шешем айтты, ей, дінің сен не теңің, жұмыс істе. Сөйтіп мені сөздің астына қалдырды дейді да, мен былай түсініп тұрмын дейді да. Сосын бірақ та ешкім түсінбеген екен, бір досым бар еді, кореец досым бар дейтін. Екеуміз жұмыс істейтін, соған барып айттым дейді да. Айтып жатырмын дейді, ислам деген такое, оказывается, намаз вот мы это читаем, оказывается, последний пророк Мухаммад, и он пришел с этим таким, айтқанда менен келді, деген миссиямен келген екен, осындай екен деп. Тыңдап отырды, есіне шығып кетті, темекі шегіп отырды деді, кореец досым дейді. Барып сөз бөлген жоқ дейді. Тыңдап отыр дейді да. Тыңдағаннан кейін енді шешем тыңдамайды, әкем тыңдамайды, әйелім тыңдамаған екен, корейске бүкіл дәмді төктім дейді да. Досыма, кореец досыма. Бәрін айттым дейді. Бәрін тыңдады дейді. Сосын өзі қазақша сөйлейді екен жаңағы корейсі. Сөйтіп темекісін алды да тастап. Айналайын досым деп айтты дейді. Сен бір-ақ нәрсе айтамын саған дейді. Бана әңгіменің бәрін айттың ғой дейді да. Мен сенің досыммын, мен сені тыңдадым дейді да. Бірақ мына әңгімені ешкім тыңдамайды, есіңде болсын дейді. Саған бір нәрсе айтайыншы, есіңнен шығарма дейді. Ақшаң болмаса, ақыл айтпа. Түсіндің ба дейді. Ол реальный нәрсені айтты да, негізі корейше. Мен сен досым үшін тыңдап бердім, риза болып дейді да. Бірақ есіңде болсын, сені ешкім тыңдамайды. Өйткені біз сондай замандамыз, сен ақшаң болмаса ешкім сені тыңдамайды. Ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Хадиша анамыздың ағасы айтқан сияқты екен ғой примерно. Сен сол кезде қуат деген кезде елден. Қуама мен деп. Сонда біз осындай кәдімгі дүние Құдайға айналған заманда өмір сүріп жатырмыз да. Прямо Құдайға айналды да. Ал негізі ол дүние ешқашан Құдай бола алмайды, ол жойылатын нәрсе. Күн де бір күні тұтылады. Жұлдыз да бір күні құлайды. Жер де бір күні тегістеледі. Адамдар да ешкім қалмайды. И сондай бір заман болады, сүргіленеді, бәрі кетеді. Ешқандай тіршілік, періштелер қалмайды. Қайтадан тіршілік иесін бе, бәрін бір тоқтатып тастайды Аллах Тағала. Сөйтіп сұрақ қояды. Лиманел мүлкіл йаум. Бар ма екен бүгін билік менің қолымда айтатын біреу бар ма дейді. Аллах құрсын. Ешқандай дауыс шықпайды. Ешқандай дауыс шықпайды. Сосын Аллах айтады, билік Аллахтікі дейді. Сөйтіп қайтадан қайтарады бәрі. Өзі солай басталған еді. Кән Аллах уа лам якун шайъун ғайруһу. Аллах бар еді, ештеңе жоқ еді дейді. Кейін жүннен жаратты. Аспанда Аллахқа Ярхамкада бағынады. Жұлдызда, айда, бәрі періште де бағынып жатыр. Құтырып жатқан адам. Маған ондай құдайым керек емес. Анау, мынау деп отыр да. Сосын Аллах айтады, ал енді айт әңгімеңді. Қазір сөйлей береміз. Ал енді Құдайдың алдына барған кезде ла ятакалламун, ешкім сөйлемей қалады. Илля ман адаллаху рахман. Ішінде мейірімді Аллах рұқсат бергендер ғана сөйлейді. Оның өзі мейіріммен рұқсат бермесейді. Және тек қана тура сөз сөйлейді. Қазір ауызға келген оттай беруге болады. Өйткені сен есеп бар деп тұрған жоқсың. Сондықтан біздің заманымыздың проблемасы біреудің дінге келмей жатқандығы, дінге келгендердің әлсіреп жүргені, намазында әлсіз болып жүргені, оның бәрі біз өзіміздің өлетіндігімізді ұмытқандығымыз үшін. Или өлетін болсақ та мән бермейміз. Бірақ шынымен ойланып көру керек. Қалай кетуі мүмкін? Қалай немен кетуі мүмкін?
Бізге Аллах тағала отқа жаны бөлме деген жоқ, отқа ақыл бөлме деген жоқ. Білмейміз, бірақ көріп жатсыздар ғой сіздер. Енді осы ортада мен де мысалы өте адамдарды білемін. Неше түрлі адамдар білемін да. Жолда да мысалға апаттарды көп көрдім. Өйткені мен машинамен көп жүруім керек болды ғой. Көрдім. Серікқали ағамыз қасымда болды. Біздің көз алдымызда машина келіп та былай жолдың шетінен шықты, сөйтіп барып талға соғысты. Сосын біз тоқтадық, Серікқали бар ағамыз, мен бар, тағы кім болды қасында? 4 адам салонда. Барсақ, ана бірінші соққан кезде адамдар салоннан шыққан, ішінде бір әйел бар екен, бір 10 жасар бала бар екен, шопыр ана барып түскен екен, негені, и бір еркек бар екен, еркек жатыр екен. Еркек шоп жасайды, орнынан тұрып та құлап орнында қалады да. Адам көзі қызық, мына шығып кеткен кезде тұрған тоқ құлады шығып кеткенші. Тамырларының бәрі ұзын дейді. Не жақта салбырап жүр ғой көзі. Біраз тамыр екен ғой анау. Мен былай тұра берген кезде анау сондай удар болған, көзі бүйтіп қалған. Топырақ. Анау да көріп тұрған сияқты, білмеймін енді. Бірақ анда топырақ өткенде мына көзімен бүйтіп қарайды да құлап қалады. Топырақ құлап қалады. Сосын ана 10 жасар бала екі аяғы да сынған, екі қолы да сынған. Екеуі де былай қарап жатыр. Бірақ не айқайлап жатыр болады, сандырып. Аяғым деп жатыр. Әйел кетіп қалған ғой, мен жатыр. Ана қараса, шопыр анда-санда бір дауыс береді. Деп қояды. Сосын айтып жатырмын да, Серікхан, анау көз шыққан кетіп қалады ма екен, барып кәлимасын айтып бір иманға үйретсе, сен айтты. Оны барып бізді өлтірді деп айтты, жана жүрмесін деген сияқты. Тірі қалатын еді, молдалар өлтіріп жүрді деген сияқты. Сондай дәрежеге уже өсек тұрған соншалықты сондай дәрежеге бардық та, біз өлмейтін сияқтымыз. Ал Құранда аят бар. Алла айтады: "Әм кунтум шухада", сендер куәгер болдыңдар ма дейді. "Ид хадара Яқубал маут", Жақып пайғамбарға өлім келген сәтті көрдіңдер ма дейді. Біз қалай боламыз енді просто ойлайық та. Жақып пайғамбар, одан көпті қазір нелер яһудилер содан тарағандар ғой. Олар енді басы мықты болғанда кейін аяғы нашар болып тұрған, хадисте солай болып келіп тұр. Сөйтіп балаларын шақырып алады да, бұл не өлетін кезде ананы биттіңдер ма, ананы не қылдыңдар ма, бір жылғы дайындап жатсыңдар ма, басқа ондай емес. Балалар шақырды, "Мә тәбудуна мин бәъди", неге ғибадат қыласыңдар дейді. Пайғамбар түсінді ғой, не ғибадат. Балалар ой, әке, осындай вопрос бола ма деп айтқан жоқ та, түсінді. Ненің маңызды екенін біліп тұрды. Тауhid. Бізді бұл дүниеде қанымыз бірге болып тұрғанымен, ол дүниеде қанымыз бірге болмайды. Бізді туған туысқан әйел бала шаға, әке шешемізбенен дініміз ғана бірге қалады ол дүниеде. Болды. Егер сен яғни солармен бірге болғың келетін болса, осыған мән беру керексің да болды. Бәрін айтамын. Ана балам, мен баламды бүйтіп отырған сөйтіп отырсам, балаларға не үйреткілерін келген болса, Лұқман сүресін оқыңдар, ғалымдар айтқан болды. Кім балам? Лұқман сүресін оқысын. Болды, важный нәрсені түсінесің. Одан кейін қалған бәрі, одан бөлек второстепенный. Важный Лұқман сүресінде тұр. Я буная ла тушрик билля. Балам, еш уақытта Құдайға серік қоспа. Еш уақытта серік қоспа дейді. Білесіңдер ме? Өйткені шайтан қалған күнәміз десе, Аллах кешірсе қоятын біледі да. Арақ ішсе зина қылса. Ал ширк күнәсінің ауыр екенін біледі. Сол үшін шайтан ширк күнәсінің ауыр екенін соншалықты ол күнәні сендіру үшін молдалардың аузымен таратады. Сендер қаласын айында молда екенін айтып отыр ғой деген сияқты. Солардың аузымен ширк таратады. Сол үшін жын сүресіне келген сияқты инна зананна аллан тақулал инсу вал джинну ала ма кәзиб. Жаңағы олардың діндарын сөйлеп ғой, кейін таухидке келеді ғой. Аллахқа серік қоспайтын жындар айтады. Біз ойладық қой енді адамдар деп айтқан адамдардың шейхтары ғой. Жындардың шейхтары Құдайдың атынан өтірік айтпайтын шығар деп ойладық дейді да. Қой да ғой енді. Алла жар болсын, арақ адамды алдайтын шығар, бірақ Құдайды алдамайтын шығар. Енді осылай әруаққа сыйынуға болады деп айтқан болса, жынға басқа періштеге әулиеге сыйынуға болады деп айтқан болса, бұлар енді бірдеңені білетін шығар, енді бұлар жаны ашитын шығар деп. Сол үшін шайтан біледі да. Сол үшін Яқұп пайғамбар неге сыйынасың деп сұрады, ал Лұқман баласына есі кіргенізді айтқанда, балам серік қоспа деді. Әңгіме осыдан басталды. Серік қоспа деді. Өйткені анаяқта біз кетеміз, анаяқта бірге болуымыз керек. Ол жақтағы ең нағыз тұрақтайтын сол. Мына уақытша не істесең осы де. Не істесең осы де, сен бұл жақта қалмайсың, кетесің. Ал кететін болатын болсаң, Абай атамыз айтқан сияқты,
өлмек үшін туғансың ойланшырақ дейді ғой. Соны ойланып қойып бір оқылады да. Бұл не қызыл жасыл алдар бірақ дей ма? Иә. Жарқырап алдар бірақ. Алла разы болсын сіздерге. Әмин, әмин. Аллах сауаптан жасын, Аллах тағала күнәларымызды кешіріп, бұл дүниеде ақырет жақсылық беріп, жәннаттардың болу нәсіп етсін, Аллах берекетін берсін. Білімімізді арттырып, білгенімізге амал етін нәсіп етсін.